Әлкүн достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қайтарымсыз грант бойынша 4-ші кезеңнің отчетін қалай тапсыру қажет болатындығын көрсететін боламын. Көп адамдарда сұрақ туындап жатыр. Қайтарымсыз грант 2024 болады ма, болмайды ма деген сияқты. Қазіргі таңда министрлік ауысып жатыр. Оны жаңалықтардан күнделікті естіп жүрсіздер. Бұйырса 2024 жылға арналған қайтарымсыз грант апрельде ашылады деген сондай жақсы жаңалық. Енді мен сіздерге қайтарымсыз грант бойынша 4-ші кезеңнің есебін қалай қарастыру қажет екендігін көрсетемін. Бұған дейін мен сіздерге бірінші отчетта қалай кіру керек екендігін көрсеткен болатынмын. Егер көрмеген болсаңыз, Іскер Азамат YouTube каналында бұл видео сақтаулы. Яғни осы еңбек кезекке кіресіздер, есептер деген бөлімде сізде осындай бет ашылады. Яғни кезеңдер бойынша осы жерде есепті құрастыру, яғни соңғы 4-ші кезеңнің есептерін құрастыру қажет болады. Мемлекеттік грант беру туралы шартқа сәйкес, оны қысқан сәттен бастап 12 ай ішінде сіз іске асыратын жатқан бизнес жоба туралы жалпы грант қаражатының мақсатталуы туралы 90 сайын есеп беріп отыруыңыз қажет. Есептерді қалыптастыру кезінде сізге қажет болады кәсіпкерлік іс туралы мәліметтерді ұсыну, бизнес жоба шеңберінде құралған жұмыс орындарының саны туралы мәліметтерді көрсету, грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар, қызметтер туралы ақпарат ұсыну, жүзеге асырылып жатқан бизнес жоба бойынша сауалнамалық сұрақтарға жауап беру қажет болады. Енді біз сіздермен осы 4-ші кезеңнің тапсырайық. Міне осы сауалнаманы толтыру қажет. Осы кезеңде бизнес жоба бойынша шеңберінде қанша жұмыс орнын құрдыңыз, сізді қоса ал. Яғни осы жерде егер жұмысшыңыздың саны 2 болатын болса, 2 деп көрсетуіңіз керек. Яғни өзіңізді қоса алған. Егер өзіңіз және қасыңызда бір жұмыс істейтін адам болса, онда 2-3 деген сияқты жұмыс орындарын құрғаныңыз туралы көрсетуіңіз керек. Қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар немесе қызмет тауарларды қосу деген жерге өзіңіздің тауарларыңызды алған тауарларыңызды қосуыңыз қажет. Міне біз тауардың санын көрсеттік және оның бір данасының және автоматты түрде сомасын болады. Осы жерге тауарыңыздан алған туралы реквизитін енгізуіміз қажет болады. Немесе сіздің есептілік кезеңінде тапсырған отчеттарыңызды тапсыруыңыз қажет болады. Егер тағы да бірнеше тауар алған болсаңыз, осы жерге бірнеше тауарыңызды көрсетуіңізге болады. Егер сізге фискальный чек қажет болса, ол бізде дайын бар болады. Одан кейін іске асырып жатқан бизнес жоба бойынша сұрақтар. Сіз өзіңіздің бизнес жобаңызды бастапқы жоспарлаған жүзеге асыра алдыңыз ба деген жерге сұрақтардың жауаптарын жазасыз және жобаны жүзеге асыру арқылы табысыңызды арттыра алдыңыз ба дегенге жауабыңызды бересіз. Және болашақта өз бизнесіңізді кеңейту жоспарлап отырсыз ба дегенге сұрақтарға толық ары нақты жауап беретін боласыздар. Міне осыдан кейін біз сақтау деген батырманы басатын атауын енгізуіміз қажет болған екен. Біз оны енгізбей қалдық. Біз осы жерге грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар деп жаздық. Және оны сақтайтын боламын. Файлды осылай обновить еткеннен кейін осы жерде егер өзгерту қажет болса, өзгерту батырмасын басып туырлауыңызға болады. Немесе барлығын жасап болғаннан кейін жіберу деген батырманы басып өзіңіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңызбен қол қойып осы отчетыңызды жіберетін боласыз. Яғни эрсамен қол қоямыз осы жерде. Өзіңіздің құпия сөзіңізді енгізесіз. Көп тұрғындарымызға біз есепті жібердік. Қолданған және қабылданбаған қалай білуге болады деген сұрақ туындайтын болса, мына жерде қарауындағы есеп, яғни есеп қабылданды деп шығу қажет болады. Бойынша тапсыру қажет болса, бізбен байланысқа шығыңыздар.